Assalamualaikum dostlar. Selametsiz kayısınlar dostlar. Ya dostlar bugün biz Қазақ 777 kızı. Ya dostlar bugün biz ең қызықты және ең телефонға осындай смартфондарға арналған ойындар жайлы айтатын боламыз. Және де достар бірінші орында ол телефон ойындарында ол бірінші орында Pubg. Dostlar Pubg Mobile kadar. Dostlar kadar. Kadar tavlayın dostlar kütütümüzdür. Pubg Mobile. Artık dünyelere мән бермей қойыңыздар достар. Еш мән бермей қойыңыздар. Міне достар қазір көрсетемін сендерге. Не достар қазір. Қайда? Достар мінекей Pubg Mobile қазір. Достар. Мінекей достар. Pubg Mobile ойыны. Я достар бұл көпшілігімізге танымал ойындардың бірі. Және де сіздерге бір мәлімет айтып кететін болсам, осы Pubg Mobile Қазақстан осындай атыс ойындары жағынан екінші орын 30% бала осындай Pubg ойнайды екен және достар. Және екінші орында ол Free Fire, әрине көпшілігіміз білетін Free Fire. Я достар. Free Fire'да осы Қазақстанда бақандай 76% бала ойнайды. Достар, я. Әрине білеміз, Free Fire'да көптеген адамдар ойнайды. Бұның себебі үлкен болуының да себебі сол. Және ол обновлениясы көп ауысады. Ал Pubg'тікі ондай көп ауысады деп айта алмаймыз достар. Я достар. Және де келесі үшінші орында ол бізде достар қазір. Үшінші орында адамдар көп ойнайтын телефоннан Brawl Stars. Я достар, бұл төртінші орында ол Brawl Stars достар. Қазақстанның бір 15% Brawl Stars, 10 ба 15% сондай пайызы Brawl Stars ойнайды екен достар. Бұны көбінесе қазақтар емес шетелден адамдар ойнайды екен. Бұл да интернетпен ойналатын ойындар бұның үшеуі, ал төртінші орында ол бізде Minecraft. Я достар кәдімгі Minecraft достар бізде. Төртінші орында. Ой, Minecraft'та басқа. Видео түсіріп отырмын. Достар, міне. Бұл қымбат ойын деп айтылады көбіне. Е достар, бірақ негізінде бұл ойынды Google'дан скачать етеді. Көптеген адамдар соны көптеген адамдар білмейді. Сол себепті Қазақстанда көптеген адамдар осы ойынды ойнамайды. Бірақ бұл ойында 20-30% адамдар ойнайды. Я достар, сонымен ал енді 5-ші орында бізде қарапайым ойындар болады. Сол қыздардың анамлардың ойындары. Бірақ негізі содан кейін бізде көп ойнайтын ойындардың бірі ол Roblox. Білем. Бұл
да интернетпен жұмсалынады. Бірақ бұл да нормальный ойын деп айтылады. 5-ші орында осы ойын. Сонымен бүгіндікке достар, Қазақстандағы осындай көптеген қызықты біраз болса да мәліметтер білдіңіздер. Сіздерге қандай ойын, не ұнайды, комментарияға жазып, лайк басып кетіңіздер достар.